Пайғамбар өз баласын мүрзеге қойып шыққан кезде, көзінен жаш ағып жатқан кезде, Абдурахман ибн Ауф, «Әнте я Расулаллах?» О Алланың елшісі, сіз бе илап жатқан? Сіз де илайсыз бі? Бізді илаба дейтілің, өкірбе дейтілің, қошақ айтпа дейтілің дейді. Пайғамбар алейхиссалам, «Ал-айну тадма», көз жаш ағызат, «Вәл қалбу яхзан», жүрек қайғырат дейді. «Вәләкин ла нақул илла ма юрди Раббина». Бірақ Раббымыз разы болған нәрсені ғана сөйлейміз дейді. Көз жаш ағызат, жүрек қайғырат, тіліміз Аллах наразы бола тұрған сөзді сөйлеймін, Аллахның разылығын сөйлеймін. Бүгін біз те урматты мұсылман бір туған, қырсық болып бір баласы қаза болып қалса, ой, мұны емнеге алып кетесің, ордына мені алып кетсең болмақ дейді. Шашпа, сені де алып кетеді. Сенің де кезегің келеді. Өліп қалса, қалған өміріні балдарына берсін дейді. Қайсы өмір қалды? Өмірі қалса жашайтылы, дан өмірі қалған жоқ. Әрбірдің ажалы бар. Пайғамбар өз баласын мүрзеге қойып шыққан кезде, көзінен жаш ағып жатқан кезде, Абдурахман ибн Ауф, «Әнте я Расулаллах?» О Алланың елшісі, сіз бе илап жатқан? Сіз де илайсыз бі? Бізді илаба дейтілің, өкірбе дейтілің, қошақ айтпа дейтілің дейді. Пайғамбар алейхиссалам, «Ал-айну тадма», көз жаш ағызат, «Вәл қалбу яхзан», жүрек қайғырат дейді. «Вәләкин ла нақул илла ма юрди Раббина». Бірақ Раббымыз разы болған нәрсені ғана сөйлейміз дейді. Көз жаш ағызат, жүрек қайғырат, тіліміз Аллах наразы бола тұрған сөзді сөйлеймін, Аллахның разылығын сөйлеймін. Бүгін біз те урматты мұсылман бір туған, қырсық болып бір баласы қаза болып қалса, ой, мұны емнеге алып кетесің, ордына мені алып кетсең болмақ дейді. Шашпа, сені де алып кетеді. Сенің де кезегің келеді. Өліп қалса, қалған өміріні балдарына берсін дейді. Қайсы өмір қалды? Өмірі қалса жашайтылы, дан өмірі қалған жоқ. Әрбірдің ажалы бар.